Barшаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын және өте дәмді болып шығатын мини пицца рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Сосын қантымызды, тұзымызды, ашытқымызды қосып араластырамыз. Содан соң сұйық майымызды қосып араластырамыз. Үстіне жылы сүтімізді құйып, қамыр илейміз. Қамырымыздың үстін жауып, көтерілгенше жылы жерге алып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындап аламыз. Мінекей мен осылай төртбұрышты етіп турап дайындап қойдым. Қамырымыз көтерілгеннен кейін кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Мен әрбір бөлшекті шамамен 65 грамм етіп алдым. Енді қамырымызды осылай қолымызбен жайып, формасын шығарып аламыз. Формасын дайындап алған соң, соусымызды жағып шығамыз. Содан соң салмасын саламыз. Пиццаның салмасын өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен колбаса, маринад алған қияр, қызанақ, сыр қосатын боламын. Сырды пісуге 5 минут қалғанда салсаңыздар болады. Енді осы пиццамызды 180 градуста қызып тұрған пешімізге 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей пиццамыз дайын болды. Өте кемшілік болып шықты. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі өте көптеген рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.